Қыздареке, қалайсыздар? Бұйырса, мына пекинский капустамен чимчи жасайтын боламыз. Алдындағысы кимчи жасадық қой, осы жолын чимчи жасайтын боламыз. Өте оңай және тез, еще қолжетімді, еще дәмді салаттың бірі. Витаминге толы. Жасамастан бұрын капустамызды жақсылап жуып аламыз. Жуып алып, сосын жақсылап турап аламыз. Осылай бір капустаны, енді менікі қатты үлкен емес, сол үшін тек төртке бөлем. Ал егер сіздерді үлкен болып жатса, алтыға бөлсеңіздер болады. Осылай турай бересіздер. Міне, көрдіңіздер ма? Мынандай қылып, өстіп турай бересіздер. Потому что бұл қазір жаңағы тұзға салғасын кішкене солып, кішірейіп. И мынандай үлкен ыдысқа саламыз. Чтобы қазір араластырғанға ыңғайлы болатындай. Міне. Осылай бәрін осылай салып шығармыз. Турайым дейтін болсаңыздар, ол өз еркілеріңізде. Просто маған осылай тураған ұнайды. Сосын мен осылай турайтын. Мына капустың барлығын осылай турап сөйтіп аламыз қазір. Мынаны турап, сосын мынандай үлкендеу ыдысқа салып алдым. Қазір араластырып, бұл араластырғасын басылап, сосын мынаған салатын боламыз. Қатты мыжып керек емес, бірақ кішкене болсын былай не істейміз. Араластырамыз дұрыстап тұрып. Қасықпен тұз салатын боламын. Осы 4 қасық тұз, осы 2 капустаға жетеді. Қатты мұжбайсыздар, тек сәл-сәл ғана бүйтіп мұжасыздар. Қатты мұжып керек емес. Бұл қазір тұзда тұрып, өзі итак солып, су шығып, өзі мұжылып қалады. Бұл салат деген енді өте дәмді. Пловпен жесең де, немен жесең де гүртілдеп, кәдімгідей бір жесең жей беретін салат дейді. Кейбір адамдар нанға қосып та жей береді осы салатты. Дәмділігі соншалықты. Капустының өзі дәмді капуста ғой, жағдың неге десеңіздер. Ана үш бұрышты домалық капусталар сияқты простой капуста емес та бұлар. Өзгеше бір дәмді, өзінің дәмі бар. Осы пекинский капустың. Көрсең, кішкене болсын басылды. Осы тұз жетеді. Не десеңіздер, мен бұны жумаймын. Біреулер тұзын ашып жібереді, сосын жуып жатыр. Мен сол жумас үшін тек осы тұзбен өзі тұзды алып шығу үшін специально өстіп салып жатырмын. Енді осыны мына ыдысқа аударып, қазір үстіне ауыр затты бастырып қоятын боламыз. Дәл осылай ауыр затты бастырып, 10-12 сағат жоқ дегенде тұрады. Тұзда. Сосын приправаларын сосын ертең араластыратын боламыз. Бүгін уже кеш болып кетті. Енді қазір сағатқа қарап, 10 сағаттан кейін алып, осыны осылай араластыратын боламыз. Қазір барлығын жұмыс барысында көрсететін боламын. Мына. Дәл осыны қазір үстінен тарелка қойып, ауыр зат бастырып қоятын боламыз. Міне осылай тарелкамен осылай басып үстін,
И мынандай мен 5 литрлік суды қойып қоямын. Дәл осылай бір 10 сағаттай тұру керек бұл. Содан кейін приправасын араластырып, сәл кішірек ыдыстарға салатын боламыз. Міне қыздареки, қараңыздар қаншама су шығып тұр. Енді бұл судан қатты сықпаймыз, бірақ сонда да мына су слишком көп. Қазір алып, мұнда сығып алатын боламыз. Сөйтеміз да приправасын араластырамыз. Қатты керек емес, сәл-сәл ғана. Сәл-сәл ғана салышты. Мәнді солай. Сәл-сәл ғана. Осылай сәл-сәл сығып аласыздар. Он екі сағаттан да 10 сағат 12 сағаттан да көп деп отырды. Неге десеңіздер кеш бастағасын таңертеңге қалып қойды. Енді қазір осыны мына су төгіп тастаймыз. Мына капустаны салып, приправаларын салып араластыратын боламыз. Міне қыздареки, енді осыған кориандр қосатын боламыз. Менде мына 15 грамдық осының тек жартысын қосамыз. Десеңіз барлығы көп болып кетеді. Сосын кішкене түс беру үшін, мынаған кішкене түр беру үшін паприка қосам. Ащы бұрыш қоспаймын. Просто ащы емес қып жасағым келіп тұр. Сіздер ащы бұрыш қоссаңыздар да болады, ащы қылғыларыңыз келсе. Мен тек қана мынаған түс беру үшін қызыл паприка қосып жатырмын. Міне. 1,5 қасық қана паприка қостым. Енді осыны араластырамыз. Мен просто бұның тұзды болғанын қалап тұрмын. Сол үшін мен бұны жаңағыдай ащы бұрыш ондай ештеңе қосып тұрған жоқпын. Егер ащы болсын десеңіздер, қызыл бұрыш қосып жүрсеңіздер, ащы болып шығады. Бірақ осылай да дәмді болады бұл. Осы салаттың өзі өте дәмді салат болады. Енді осыны қазір жақсылап істедік. Менде мынандай 3 литрлік шелегім бар, мынандай. Осы шелекке жаңағыдай нығыздап, осының бәрін сыйғыздырып салатын боламын. Мына салаттың бәрін осыған сыйғыздыратын боламын. Өстіп әбден араластырып аласыздар. Енді осыны мына шелекке салатын боламын. Осылай престеп саласыздар. Сонда капусталарыңыз ашымай көп кештайды. Осылай престесеңіздер. Дәл осы мынандай капустының рецептісі керек болса, YouTube каналыма өтіп, Мама Повар деп, сол жерден теріп, видеоны аяғына дейін қарап, асықпай, өз ойларыңызды жазып кетуді ұмытпаңыздар. Өте дәмді, және витаминге толы, ащы емес, кәдімгідей сондай корейский салат болады бұл. Кәріс салаты болады. Дәл осыны жасаймын дейтін болсаңыздар, YouTube каналыма өтіп, дәл осылай видеоны қарап, осылай жасап көріңіздер. Тез, оңай, әрі қолжетімді бағада жасалатын салаттың бірі. Міне, осылай саласыздар. Нығыздап салдым, көрдіңіздер ма? Мына су шығып тұр. Бұның суы шыға береді. Енді бұл су енді ешкім алып тастай беруге керек болмайды. Неге десеңіздер, капусталарыңыз құрғап кетеді. Осыны осылай жауып, енді дәл осы капуста 1 аптаның ішінде дайын болады. Бұның дайын болғанын мен Инстаграмда истористе көрсететін болам. Сіздерге қалай шыққанын дәмімен бөлісетін болам истористе. Ал менімен бірге болыңыздар. Дәл осындай жаңа қолжетімді, өте керекті осындай нелермен, сіздермен рецептермен сіздермен бөлісіп отыратын боламын. Сіздер жасап көріңіздер. Сәттілік сіздерге. Ал бізге ас болсын.